Армысыздар. Бүгінгі видеода жаңағыдай перфекционный массажер осымен қалай жұмыс жасау керек, жаңағыдай тренировкаға дейін, жаңағыдай жаттығуға дейін, жаттығудан кейін қалай жұмыс жасауға болады, сол жөнінде айтатын боламын. Және де күнделікті жасап жүрген біздің спорт құралдарымыз, осы жөнінде қазір таныстырып жіберемін. Мінекей қарасаңыздар, бұл жерде бізде скакалка бар, мінекей одан кейін ролик бар. Скакалка бұл жаңағыдай жылдамдыққа арналған, аяққа күш түсіреді. Ролик бұл преске, иыққа, арқа бұлшықетіне, қолға күш түсіреді. Одан кейін бізде жгуттар бар. Жгуттар бұл барлық денеге күш түсіреді. Қолға, преске, аяққа. Бұнымен яғни күрестің қимылдарын соған дамытуға жасауға болады, әртүрлі қимылдарды. Енді біздер қазір мына аппаратпен, перфекционный аппаратпен жаттығудан кейін қалай бұлшықетті босаңсытамыз, сол жөнінде болады. Біздің батырымыз жаңа деген турник тартылып болды, қолдары мысалы тартылып қалды, мына жерлерде қатты қатайып кетті. Осыларды тез қалпына келтіру үшін осындай аппаратпен тез жаңағыдай босаңсытып қалпына келтіру болады. Бұнда мінекей 1, 2, 3, 4, 5 жаңағыдай өзінің уровендері бар. Осы уровендер арқылы, деңгейлер арқылы біздер күшейтіп отыратын боламыз мына вибрациясын. Мінекей ең төменгі вибрация, үшінші вибрацияны жасаймыз. Мінекей бұл жерде бір айта кететін жағдай, шынтаққа жасауға болмайды, ішкі жағын жасауға болмайды. Біздер турник тартылған кезде мына ішкі бұлшықет күш түсетін болғандықтан іш жағына ішкі бұлшықетті босаңсытамыз. Сыртқы бұлшықет бізге көп керек болмайды. Бұл брусья кезінде, отжимание кезінде, трицепс, бицепс дейді. Бізде мысалы қазіргі уақытта ішкі бұлшықетті қалпына келтіру, босаңсыту процесі жүріп жатыр. Және де иық бұлшықеті. Осылармен осылай жұмыстанамыз. Бұл перфекционный массажердің қызметі өте жақсы. Және де жаттығуға дейінде осылай қыздырыну, жаңағыдай әдістерін жасауға болады. Бұл омыртқа, яғни арқа бұлшықеттеріне қыздырыну жаттығуын, және де осындай бұлшықеттерге де қыздырыну жаттығуларын жасатуға болады. Бұның барлығы да спорттық жарақаттар алмас үшін жаттығу кезінде. Мінекей. Бұны сүйекке жасауға болмайды. Мінекей суставтар дейді, мұндай жерлерге жасауға болмайды. Тізеге жасауға болмайды. Мінекей осы мынадай аппарат алып алсаңыздар, күнделікті өмірде де өздеріңізге де жаңағыдай қолданып пайдалана беруге болады. Әсері өте жақсы. Салауатты өмір салтын сақтап жүрейік, бірге шынығайық, спортпен айналысайық.